Сәлем достар, сіздермен Айжарқын. Бүгін біз сіздермен осындай керемет голубцы сорпасын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, қолдау көрсеткеніңіздер. Ең әуелі біз сорпасын дайындап алатын боламыз. Сол үшін пиязымызды осылай ортасынан екіге бөліп, ай тәрізді етіп шұқалап турап аламыз. Сәбізімізді палауға турағанда немесе өз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Мен осылай турайын деп шештім. Сәбізімізді турап алған соң, енді картофымызды тураймыз. Картофымызды осылай ортасынан екіге бөліп, 4 бұрышты қылып турап аласыздар. Немесе өз қалауларыңыз бойынша қалай ұнайды сіздерге солай турап дайындап алсаңыздар болады. Енді осы заттарымыз турап алған соң, қазанымызды қыздырып, оған сұйық майымызды құйып, пиязымызды салып жақсылап қуырамыз. Кішкене алтын түстес болғанша, қызарғанша қуырып алсаңыздар, сорпаларыңыздың дәмі де керемет әдемі болып шығады. Енді осы пиязымыздың үстінен сәбізімізді, картофымызды да салып, жақсылап қуырып аламыз. Міне енді картофымызды саламыз. Оның үстінен томат немесе помидор турап салсаңыздар болады. Тамағымызды қызарту үшін томатымызды салып, жақсылап қуырып, үстінен 2 литрдей су құямыз. Суымызды құйып, сорпамызды қайнатып, астын жай қоямыз. Енді салмамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін біз фаршымызды ет тартқыштан өткізіп, оның үстінен пиязымызды осылай ұсақтап тураймыз. Менде алдын ала дайындалған ет болды. Сол себепті ет тартқыштан өткізген жоқпын. Осылай пиязымызды үстінен салып, күрішімізді алдын ала қайнаған суға бұқтырып қоямыз кішкене. Сосын осылай күрішімізді салып, оның үстіне дәміне қарай тұзымызды және бұрышымызды саламыз. Осылай қасықтың немесе лопатканың көмегімен, болмаса өздеріңізге ыңғайлы болса, қолдарыңыздың көмегімен де жақсылап араластырып аламыз. Енді алдын ала ішін жуып дайындап қойған осындай болгарскийлеріміздің ішіне салмасын салып дайындап аламыз. Қатты нығыздап та салудың қажеті жоқ, өйткені күрішіміз піскен кезде болгарскийлеріміз кішкене жарылып кетуі мүмкін. Сол себепті қатты нығыздамай, бетіне кішкене толтырыңқырап салмасын салып дайындап аламыз. Міне мен барлығын салмасын салып дайындап қойдым. Енді осыны қайнап тұрған сорпамыздың үстінен салып 35-40 минуттай қайнатамыз. Дәміне қарай кішкене тұз салсаңыздар да болады. Сорпасының дәміне қарап. Міне біздің болгарский сорпамыз дайын болды. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.